Айжере, қарасын менің қолымды. Көпіршік қайдан шығып жатқанын білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Ойды апайдан сұрап көрейік. Ал қыздар, нені білмей жатсыңдар? Апай, біз көпіршік қолымыздан қайдан шығып жатқанын білмейміз. Олай болса бала, зерттеп көреміз ба осы көпіршіктің қайдан шығып жатқанын? Я! Жарайсың. Бізге көпіршіктердің қайдан пайда болғанын білу үшін ең алдымен су қажет. Және күнделікті үйде біз балалар қолымызды немен жуамыз? Сабынмен. Су сабындармен жуамыз. Енді осы су сабындарды осы көп суға жақсылап араластырайық қане. Жақсылап құямыз, бейбі құя ғой. Айзере, көп мөлшерде құяйық. Ага. Құя бер құйын. Жақсылап құяйық. Енді қоямыз. Осы су сабындарды суға араластыру арқылы бізде не пайда болатынын қылқалам арқылы араластырайық қане. Қылқаламдарымызды аламыз. Жақсылап араластырайық. Қараңдаршы, көпіршіктер пайда болады екен, қараңдар. Көпіршік пайда болмай жатса, тағы да құямыз. Көп мөлшерде құямыз. Айзере, бейбі, көп мөлшерде құямыз. Түбіне жеткізіп араластыр, Айзере. Міне, қараңдар. Көпіршіктер пайда болып жатыр ма, балалар? Я. Жақсылап араластырамыз, бейбі. Жақсылап. Қалай көпіршіктеріміз шығып жатыр ма? Я. Енді балалар, осы көпіршіктердің үстіне осы қылқалам арқылы бояулармен түрлі түсті сурет салуға болады екен балалар. Салып көреміз ба? Я. Кім қандай сурет салғысы келеді балалар? Мен сөзекше саламын. Мен күн саламын. Қазір жылдың қай мезгілі балалар? Көктем. Көктем мезгілінде күн шығады. Тағы да не болады балалар? Жылынады. Ағаштар бүршік жарады. Ағаштар бүршік жарады. Иә. Осы көктемге байланысты суреттер салсақ та болады. Қане, өзіміздің қалаған суреттерімізді сала қояйық. Ол үшін бояуларды алып, ағаштың, көлдің суреттерін салуға болады екен балалар. Қане, бастаймыз. Мен боя істедім, апай. Ортасын бояй ғой, бейбі. Шығып жатыр ма суреттеріміз? Тағы да батыр бола ғой. Сен Айзере ненің суретін салып жатсың? Күннің суреті. Әдемі шығып жатыр екен. Бейбі жүректің суретін салып жатыр екен. Жарайсыңдар. Балалар, бұл сиқырлы көпіршіктердің шыққан суреттер сіздерге ұнады ма? Я. Балалар, бұл біздің жаңағы білмей жатырған көпіршіктеріміз. Оның сиқыры өте көп екен. Біздер сурет салдық. Енді осы суреттерімізді көрсете қоймай ма анимаға? Жарайсыңдар. Бүгінгі сіздермен өткен көпіршіктер зерттеуіміз сіздерге ұнады ма балалар? Я. Жарайсыңдар.